Сәлеметсіздер балалар. Әдебиеттік оқудың 4-ші сабағы 2-ші сынып. Тақырыбы білім кітапта. Бүгінгі сенің білетінің мінездеу туралы түсінік аласың. Өзіңнің кітап оқуың туралы әңгімеде қай оқу түрі ұнайды? Балалар, демалыс кезінде сендер қандай кітаптарды оқыдыңдар? Кітап дегеніміз не екен? Кітаптан біз түрлі ақпараттар аламыз. Кітапты оқысаң, көп білетін боласың. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтқандай, кітапты оқысаң, көп білетінді байқауға болады. Кітаптың түрлері бар. Ертегі, әдеби кітаптар, энциклопедия, сонымен қатар журналдар, балаларға арналған газеттер, осыларды оқу керек. Кітап оқығанда сенің белсенділігің артады. Еңбекке деген құлшынысың, содан кейін сөздік қорың молаяды, ойың дамиды, білімге, өнерге деген құлшынысың, ұмтылысың пайда болады, және адамгершілік пен әдептілікке баулиды екен. Ендеше біз оқудың қандай түрі бар екен? Соған кезек берейік. Дауыстап оқу, түсініп оқу, жылдам оқу, және мәнерлеп оқу. Осы оқудың түрін барлығында сен меңгеруің керек, балалар. Бір сыныптасыңның кітап оқу мәнеріне мақтау сөз айт дейді. Балалар, қасыңдағы досың егер сен кітапты дауыстап оқыса, сен не деп айтар едің? Дауыс ырғағың жақсы екен, өте жақсы оқисың деген осындай мақтау сөз айтуға болады. Түсініп оқу дегенде, сен түсініп мәнерлеп оқыдың, және түсінгеніңді маған айтып бердің. Өте жақсы досым. Жылдам оқу. Кейде балалар өте көп сөзді жылдам оқи алады. Жылдам оқумен бірге ол түсініп те оқиды. Яғни балаға жылдам оқиды екенсің, өте көп сөз оқыдың, 1 минутта мінекей осы сөздерді жылдам оққанын, неше минутта оққанын байқауға болады. Мәнерлеп оқу, сонымен қатар дауыстап, түсініп, жылдам оқумен қатар мәнерлеп оқудың да пайдасы бар. Мәнерлеп оқу дегенде оның сұрақ белгісіне, адамның көңіл күйіне леп белгісі, үтіріне, нүктесіне дейін оқитын болса, жарайсың балақай деп, оғанда осындай мақтау сөздер айтуға болады. Ал өзің қалай оқисың? Көркем шығармада кейіпкердің мінез құлқы, көңіл күйі суреттеледі. Сол кейіпкердің жағымды, жағымсыз әрекеттерін, үлгі боларлық қылықтарын байқайсың. Бұл мінездеу деп аталады екен. Балалар, осы мінездеуде адамның тек қана мінез құлық, көңіл күйі емес, сонымен қатар кескін кейпі, өз сөзімен басқамен арасындағы әңгімесін келтіру. Осының бәрі адамның ішкі және сыртқы пішінін анықтау ретінде қажет ететін осы тәсілдер. Ендеше біз осы мінездеу арқылы қазір мәтінді өтеміз. Мәтінді оқиық. Сабыр мен Сара. Сабыр 1-ші сыныпта оқиды. Қарындасы Сара 6-да. Сабыр кітап оқудан гөрі ойнауды ұнатады. Жарты жыл өтті. Сабыр әлі ежелеп баяу оқиды. Бірде Сабырдың мұғалімі үйіне келіп анасымен әңгімелесті. Сабырдың сыныпта қалып қою мүмкін екенін айтты. Сабыр 1-ші сыныпта қалса, бірге оқитын болдық, деді Сара. Сабырдың беті дуылдап, құлағына дейін қызарып кетті. Сара ағасының сөмкесінен әліппені алды. Дауыстап оқи бастады. Мұғалім Сараға риза болды. Сол күннен бастап Сабыр мүлде өзгерді. Кітапты қолынан тастамайды, дауыстап оқиды. Мұнысына анасы да риза. Кейде ойынға қызығып бара жатса, Сараның сөзі есіне түседі. Сөйтіп, қарындасының арқасында Сабыр 1-ші сыныпты жақсы бітірді. Мінекей балалар, бұл жерде кейіпкер кімдер екен? Сара мен Сабыр. Сонымен қатар жанама кейіпкер бізде анасы да бар. Қалай ойлайсыңдар балалар? Жаңа мінездеуді біз өттік. Сара мен Сабырға мінездеме беріңдерші. Қандай деп ойлайсыңдар? Сабырды айтатын болса, кішкене болсын жалқаулығы да бар, енжарлық, жалқаулығы, яғни көп ойынға берілетін. Ал Сара болса тиянақты, өз сөзінде тұра алатын, ағасынан жаңағы жылдам оқи алатын қыздардың бірі екен. Сөйтіп жаңағы неге ұялды деп ойлайсыңдар, балалар? Себебі, ұялған себебі қарындасынан қалып қойған, намыстанды. Ендеше біз
мына жердегі сұрақтың жауабына ұялғаннан деген жауапты айтуға болады екен. Сөздік жұмысына көңіл бөлейік. Баяу дегеніміз ақырын. Синоним сөздер, яғни мағынасы жуық сөздер. Ал енді қарама-қарсы сөздер баяуға қатты деп айтуға болады. Қатты оқиды, баяу оқиды деп қарама-қарсы сөздерді айтуға болады екен. Мінекей біз екі балаға мінездеу бердік және сұрақтарына жауап бердік. Сұраққа жауап жаз. Сені оқуға үйреткен оқулық қалай аталады? Балалар, қалай екен? Ең бірінші мектепке алғаш рет мектеп табалдырығын аттағанда бізге үйрететін әріптер мен ол әліппе екен, және ана тілі. Қорытындыла дейді. Мақалдың мазмұнын түсіндір. Күш білімде, білім кітапта. Балалар, күштің екі түрлі мағынасы бар. Бір жағынан ол ішкі дүниең барлық ақпараттарды біліп тұратын болсаң, яғни сен күшіңе сеніп, кез келген сұрақтарға жауап бере аласың. Ал екінші күш десе, ол білекпен өзінің адамның жаңа спорттық кезіндегі күшін сынауға болады екен. Ал енді осының барлығы да спорт болсын, білім болсын, барлығы да кітаптан оқып біле аласың. Оқу жылдамдығını кестеге түсір, бағала дейді. Уақыт, сөз саны, таныс мәтін, таныс емес мәтін. Бүгінгі өткен сабыр мен Сара туралы мәтінді өзің оқып 1 минутта неше сөз оқитынды жаза қой. Және таныс емес, яғни өзің журналдан, және немесе кітаптан, ерте кітап, немесе осы әдебиеттің соңындағы мәтіндерді оқып, неше минутта сөз оқитынды өзіңе жазып қойды. Екеуін салыстыр. Сонда қайсында таныс мәтінді көп оқисың ба жаңа минутына, әлде таныс емес мәтінді? Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта сен қандай ақпараттар алдың? Осы туралы айта ғой.